Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 4-ші сыныптың 64-ші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі тақырып мені қоршаған орта. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма: көпіршіктегі сөздер қай ғаламшарды сипаттайды? Нұрлы, жасыл, күшті, үлкен, ертегідей, рахат. Әрине, бұл сөздер біздің өзіміздің жер ғаламшары жайлы сипаттап тұр. Келесі тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма: берілген сөздерді пайдаланып, қоршаған орта туралы әңгімелеңдер дейді. Біріншіден, Ескен Елубай 1942-2017 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар станциясында дүниеге келген. Ақынның өлеңдері мен кітаптары балаларға арналған. Ақын көп жыл Балдырған журналында қызмет еткен. Астындағы суретте ақын атамыздың жазған кітаптары көрсетілген. Енді көпіршіктегі сөздерді пайдалана отырып сөйлемдер құраймыз. Біздің қоршаған ортамыз ертегідей, үлкен ғаламшарымыз, нұрлы күніміз, күшті кереметтері бар. Көктемдегі қоршаған орта әсіресе жасыл болып, бір рахат алатындай таза ауамен қамтиды. Болмаса, неше түрлі басқа да сөйлемдер құрауға болады. Келесі түсініп оқы. Дарқан жер. Балақандар біл таныс, басын бұрып күнге алыс. Өскен мынау күнбағыс, ұзын тұра бұл нағыз. Егіп қойды мұны кім, жердің бұлар күні түн. Шырынын сорып алалар, сол үшін екті адамдар. Мынау өскен қарбыздар, піскен кезде жарғызар. Егіп қойды мұны кім, жердің бұлар күні түн. Суын сорып алалар, сол үшін екті адамдар. Мынау өскен сарымсақ, тез шығатын барын сап. Егіп қойды мұны кім, жердің балар күні түн. Ащысын сорып алалар, сол үшін екті адамдар. Мынау өскен жусаңдар, сыпырғыш қып бусаңдар. Егіп қойды мұны кім, жердің бұлар күні түн. Хош иесін сорып алалар, екпесе де адамдар, жерден қажет алар нәр. Өсімдікті табар әр, қолданып сан амалдар, данышпан ғой адамдар. Өлеңдегі дархан сөзі жомарт, береген деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма: адам жер бетінде не жасай алды? Төртінші: табиғат адамға не берді? Ендеше есімізге түсірейік, адам жер бетінде не жасай алды? Адамдар жер бетінде біріншіден егін екті, азық алып, ғимараттар соғып, пайдалы қазбаларды алды. Ал табиғат бізге не берді? Табиғат адамға таза суын, таза ауасын, жер асты байлығын, жарық сәулесін, қоректі жеміс жидегін берді бізге. Келесі тапсырма: өлеңдегі кейіпкер сияқты өздерің не өсірдіңдер? Яғни, бұл жерде сендер ауылды жерде тұратын болсаңдар, көп балалар бізде ағаш, гүл, болмаса тағы да басқа жемістер отырғызады. Ал үйде, қалада тұратындар арнайы бір ыдысқа бір нәрсе егіп жатады, соны жазасыңдар. Келесі тапсырма: біліміңді тексер дейді. Кестедегі тапсырманы орында. Жер ана жомарт, жер ана дархан сөздерінің мағынасында айырмашылық бар ма дейді. Бұл сөздердің мағынасын беретін басқа тіркес ойлап тап. Біріншіден, жер ана жомарт, жер ана дархан сөздерінде мағынасында ешқандай айырмашылық жоқ. Неге? Себебі жомарт, дархан сөздері синоним сөздер, яғни мағыналас сөздер. Ал бұл сөздердің мағынасын беретін басқа тіркес ойлап табу үшін, яғни жомарт, дархан сөзіне сайма-сай мағыналас келетін сөздермен орнын ауыстырамыз. Мысалы, жер ана кен байтақ, жер ана береген. Береген сөзі жаңағы өлеңнен кейінгі жазылған, яғни дархан сөзінің балама мағынасы болып есептеледі. Сол үшін осылай жазсаңдар да болады. Келесі тапсырма: қорытындылаймыз. Біз адамдар табиғат алдында қарыздармыз дегенді қалай түсінесің? Өлеңнің соңғы шумағын оқып, негізгі ойды түсіндір. Өзім еккен едім тақырыбына сурет сал. Бұл жерде өзім еккен едім тақырыбына өздерің еккен бір жемісті, жидекті, болмаса кез келген бір нәрсенің суретін саласыңдар. Ал біз табиғат алдында не үшін қарыздамыз? Табиғат бізге өмірімізге керектінің барлығын беруде, деніміздің саулығы, табиғаттың осындай адам сүруге ыңғайлы бір жүйесі, өмір сүруге, дамуға берген байлықтар үшін біз қарыздармыз. Табиғаттың құны өте қымбат. Келесі: өлеңнің соңғы шумағы: жерден қажет алар нәр, өсімдікті табар әр,
қолданып сан амалдар, данышпан ғой адамдар. Бұл өлең жолдары, шумақтары адамдардың тапқырлығын, жерді тиімді пайдаланып, сан түрлі амалдар арқылы өсімдіктер мен жемістерді жерден алатындығын айтуда. Яғни жыл өте келе өсімдіктің неше түрлісін неғылып өзіне керекті қоректі алып отқан адамдарды мақтап жатыр. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Лайк, комментария және де тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңдар. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.